Егер сіз мен сияқты басқалардың не ойлайтынын, сізді қалай қабылдайтынын уайымдауға көп уақыт жұмсасаңыз, достарыңызға арнап пісірген глютенсіз банан нанды жаман бағалайды деп алаңдайсыз. Егер сіз басқалардың сіз туралы не ойлайтынына мән бермей, оның орнына бұл күш-қуатты пайдалы нәрсеге жұмсасаңыз, былай айтқанда басқалардың ойына түкіру. Түкіргіштердің ісі мәдени құбылысқа айналды, және бұл блогтар, кітаптар, подкасттар, мемдер бар күшімізді жеп қоятын нәрсеге көрсетеді. Біз басқалардың не ойлайтынына тым көп мән береміз. Сондықтан осындай идея, сізге маңызы жоқ нәрсеге мән бермей қою. Біз оғаш қате адамдардан сүйсінеміз, олар сыншылардың сөзін елемей, қарсылық білдірушілерге мән бермей өз жолын құрғандығынан. Сіз мен тыңдап отырсыз, сэр, мен сізбен сөйлестім. Өз өмірімізге келгенде біз көбіне қиыншылықтардың алғашқы белгісінде тоқтап қаламыз. Мен бұл нәрсемен өмір бойы күрестім. Қазір мен сынмен күресуді үйрендім, бірақ бұл үйренудің әлі басы. Бұл бір түрлі естілсе де ішімдегі бір нәрсе басқалармен қабылдағанын, қоғамнан кері байланыс болғанын қалайды. Мен мұны жалғыз жеңе алмайтынымды білгеннен, тақырбас досым Джейсон Зуктан маған көмектесуін өтіндім. Ол өз оғашлығында бағындар кітабының авторы, және ол оғаш нәрселер жасап өз есімін шығарды. Бір ретте ол өз есімін $100,000 сатқан, және бір жыл ішінде Джейсон әрқашанда лақапында .com атын алды. Шындық сен ойлап жүргеннен өзгешеленуі мүмкін. Мен осы жылы жанып кетудің басқа да мәні деген бейнеде Джейсон тарихымен көбірек бөлістім. Оны кейінірек көре аласыз, өткен Джейсон келіп қалды. Армысың, Джейсон? Армысың? Төрлет, жақсы. Джейсон, келгеніне рахмет. Мен шынымен де алаңдай бермеуді үйренем деп шештім. Мен қадамдарым. Бірінші қадам сақалынды қырт таста. Мен оны қырмайым. Қырт таста. Тамаша. Екінші қадам қысқаша өлшек сатып ал. Минималист ретінде қиын емес мен кінәлар. 26-шы өлшем ғой, бұл алаңдай бермеуді үйренуге қалай көмектеседі? Ешқалай келсіз қойдың ғой? Керемет. Сонымен Джейсон, неге адамдар басқалар не ойлайды деп алаңдайды, басын қайдан алады? Тыңда, бұлай қарағанда біз мыңдаған жылдар аралығында тайпаны не үйірдің бір бөлігі болғанбыз, және содан бөлектену қорқынышты көрінетін. Бірақ ол замандар өтті, және қазір тайпаның бір бөлігі болып керек емес. Бізде әлі де сол нәрсе қалды, бірақ бізге ол енді қажет емес. Мэр, біз шынымен тайпадан бөлектеніп кете аламыз, ісімізді тауып өз жолымызбен жүре аламыз. Сол үшін бізді жеп қояды деп уайымдап керек емес. Естіп тұрған жоқпын. Замандар шынымен де өзгерді, бірақ операциялық жүйе әлі сол қалпында. Бізбен ата-бабамыздың айырмашылығы үлкен, бірақ біз достарымыздан, отбасымыздан және ғаламтордағы бейтаныс адамдардан кері байланысты күтуді жалғастырамыз. Себебі сіз бұл арқылы қауіпсіздікте екеніңізді сезіне аласыз. Бұл жаман емес нәрсе, онда шеттетілу немесе бөлектену қалай пайдалы болмақ? Басқалардың ойына түкіруді немесе оларға мән бермеудің не мағынасы бар? Мен және бұл бейнен қарап отырған адамдарға бұнымен не үшін айналысу керек? Сен ютубер болмайсың, егер адамдар сен туралы және не істеп жатқан жайлы не айтады деп үнемі алаңдасаң, сын немесе кері байланыс ол әрқашанда болатын нәрсе. Бұл жақта ең бастысы әлемге не істегің келетінді көрсету және басқа адамдар не ойлайтыны туралы алаңдамауың қажет. Өйткені сен мақсатын жасау, бөлісу, тәжірибе жинау болу керек. Бұны істеу оңай емес қой. Ешкім де оңай болады деп айтқан жоқ. Әсіресе бастапқыда қиын болады. Егер сен қорқыныштармен жұмыс жасамаған болсан, сенде алаяқтың синдром болады. Сен өз-өзіне сенімсіз болып, барлық жетістіктеріңді сәттілікпен түсіндіресің. Мен тәжірибемнен қаншалықты көп оғаш нәрселерді істейсің, соншалықты шыққан сынға қарсы тұру оңай болады. Аққудың басынан алдымызда көрінбей тұр ғой. Жолында әрқашан аққулар болады. Біз уақытымызды басқалар не ойлайтынын уайымдаумен өткізетін болсақ, біз әрекет етпейміз. Сіздің идеяңыз қаншалықты тамаша болмасын, ол ешқашан жасалмайды, өткен біздің уақытымыз болмайды. Қанша адам айыпталудың қорқынышынан жаттығу залына жете алмады. Адамдар сізді қанша мазақ етсін, немесе олар иттің баласы болсын, сіз тоқтамауыңыз қажет. Әйтпесе сіз олардың жеңісін мойындайсыз. Бұл жақтағы шешім олардың ойларына түкіру. Маған олардың ойларына бәрібір деу оңай, ал іске келгенде сен жағымсыз әсерлер аласың, өзіңді ақымақ сияқты сезінесің. Бұл сен сезімдеріне ауыр тиеді. Менде сондай мен кезіккенмін. Менде желілерде теріс пікірлер алған жобалар болды. Сол кезде мен өзіме бұл боқтан қорғайтын құрыш кигенімді елестететінмін. Өзімді оңтайлы сезіну үшін.
Бұл мен үшін маңызды жұмыс. Мен қайдағы бір жоқ сатушы емеспін. Мен жақсы көретін жұмысыммен ақша табамын. Және бұл тамаша сезімдерді береді деп өзіме айтатынмын. Бұл жақта интернетте біреудің не айтқаны маңызды емес. Бұл жақта кері байланыстың қайдан келетінін анықтағаныңыз маңызды. Бұл адам осы салада мықты маман болуы мүмкін, немесе түк білмейтін есуас болуы мүмкін. Және бұны ойланып сүзгілеу керек. Шыны керек, үйден өзімнің сәнді мұртыммен шығуы ыңғайсыз болды. Бірақ мен Джейсон мен Лос-Анджелестің айналасында педальды айналдырып, көп уақыт өткізген сайын алаңдаушылығым азая бастады. Егер мен біреу жамандаса, онда бұл оның мәселесі. Қызықты күн. Қызықты. Адамдарды бетпе-бет кезіктіру бір сары, желідегісінмен күресу мүлде басқа. Қара, мен Google'дан ізденіп, адамдардың сені талқылайтын форумды таптым. Ол жиһаз сатып алғысы келмейтін ашкөз ақымақ. Әрине біз жерде отырмыз ғой. Мен жиһаз сатып аламын ғой. Түсіндім, ол түк білмейді. Ол көрікті тәтті нарцисс. Оның осқынсыз табандарын көріп пе едіңіз? Неге ол өзін көңілді сезінеді? Сен не, соншалықты тартымдысың ба? Түсініктілік үшін мен бұларды айтып тұрған жоқпын. Мен олай мүлде санамаймын. Неге оның түрін көргенде мені ұйқыға тартады? Қызықсыз. Сен күліп жатқандықтан бұл сөздер расталады. Көңілді, тәтті, қалай ғана жыныма тиеді. Сігіп жібергенді қалай ма? Бұл пікірді мен Мэтт туралы форумнан тауып алдым. Жаман емес екен, маған бұл пікірлер ұнады. Бұл пікірлер ең дөрекілері болды. Аспа бәрібір қызық екен. Мен бүгін тағы бір үлкен сабақты ұйғардым. Бұл өзін туралы пікірлерге біреумен күлу, компьютерге жалғыз қарағаннан көрі. Джейсон атап өткен психологиялық құрыш айналаңызда осындай адамдармен қоршалғанда күшейтілетіні анық. Бір-біріңізді қолдап, бірге алға қарай жылжайсыздар. Қиыншылықтар мен жеңістер бір-біріңізбен бөлісесіздер. Джейсон пайымдауынша, біздің бұл әлеуметтік қорқынышымыз бір жола жойылуы екіталай деп санайды. Менің пайымдауым бойынша, сен көліктен рөлінде отырсын, ал артында қорқыныштар мен алаңдаушылықтарын. Егер олар тым көп болып кетсе, олар сен жанда демала бастайды. Бірақ саған бәрібір, сен оларға мән бермей ары қарай жүре бересің. Осыны көбірек істеген сайын олардың саған деген әсері әлсірейді. Және жобадан жобаға, жылдан жылға өткенде сен өзіңнің шекараларында үлкейтесің. Өзің байқамай сен Жигулиін лимузинге айналады, немесе кейін басқа да бір көлікке айналады. Бірақ қорқыныш әлі де артта болады. Сен оларды ести аласың. Бұл күңгірт дыбыс сияқты. Енді олар қайда баратынды нұсқамайды, және менімен әрқашанда осылай болады. Қорқынышынан толықтай құтыла алмайсың, бірақ сен қаншалықты көп қорқыныштан жеңесің, соншалықты сен өзіне сенімдірек боласың. Бұл күңгірт дыбыс әрқашанда сенімен болады. Бұл жақта түсініксіз, мен тым шынайы болдым ба, әлде сақалымда қырып тастағанымнан ба? Мен шынымен де барлығына немқұрайлықпен қарай бастадым. I tried, and I tried even more. I've cried, and I can't recall what for. I pressed, I pushed, I've yelled, I begged in hopes of some success. But the inevitable fact is that it never will impress. I've no more fucks to give, my fucks have runneth dry. I've tried to go fuck shopping, but there's no fucks left to buy. I've no more fucks to give, though more fucks I've tried to get. I'm over my fuck budget and I'm now in fucking debt. I've no more fucks, I've no more fucks, I've no more fucks to give. Бізде шынымен де свидание болып жатқан сияқты. Сен кітабында іс жүзінде қолдана алатын әдістер көп. Өз оғаштылығында бағындыруға сен ойынша әдістердің қайсысы ең мықты болады? Сен кітабын сатып алғысы келмейтін ашкөз адамдар үшін басты кездерін бөліп айтып берші. Менің ойымша, өз тәжірибемнен өткен, үйренген нәрселердің бірі жеке құндылықтарыңызды тиянақты реттеу. Бұл өзім үшін маңызды нәрсе. Өз жобаларында бақылауға ұмтылу бұл әрине пайдалы, бірақ мен үшін өз жобаларымда ерекше бір нәрсе болу керек, және бұл менің басты құндылығым. Сондықтан мен жасайтын әрбір жоба осындай сүзгіден өтеді. Олар шығармашылық, кезектілік, отбасы, құндылықтарыңыз қандай болса да, сіз оларды жеңіске жеткенше дейін ұстанасыз. Егер құндылықтарыңыз
кітабыңыз болмаса, өміріңіз тозаққа айналады деп ойлаймын. Сонымен бұл бейне сен құндылықтарына сай келе ме және уақытың қалай өтті? Біртүрлі болып, бірақ көңілді. Рахмет. Кетпей тұр, шортимді қайтар. Ренжіме. Осы бейнен көргендеріңізге рахмет. Джейсон Зукқа кітабы үшін өз алғысымды білдіргім келеді. Өз оғаштылығында бағындар, ол шынымен керемет, оқуға ұсынамын. Егер сіз өз оғаштылығыңызды егеріп басқалардың ойына түкіруді үйренгіңіз келсе, бұл кітаптың сізге көмектесетіні сөзсіз. Сипаттамада сілтемесі болады және Томас Бенджамин Уайлдтың ғажайып әніне де сілтемені қалдырам. Сонымен қатар өмірге бұдан әрі қойып керек емес. Осы екі тәуелсіз әншілерге қолдау көрсетейік. Достар, егер бейне ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Кездескенше, келесі аптада жолығармыз. Мұртты не істеді екен мен? Қалдыратын шығармын.